Сәлем достар, бүгін мен сіздермен небәрі 2 ғана заттан тұратын мороженеден рецептімен бөліскім келеді. Яғни балмұздақтың рецептімен. Бізге 300 грамм сүт және кез келген дүкеннен табылатын сухой мороженое қажет. Бұның түрі көп, маған вишня түрі ұнады. Сосын мен вишня түрінен жасап көрейін дедім. Сүт қолдың сүті деп бола береді, бірақ мен магазинский сүтті пайдаландым. Осылай араластырып аламыз. Сосын миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Араластырып отырып, скорысын көбейтіп отырамыз. Біздің массамыз жаймендеп үлкейе бастайды. Шамамен 3-4 минут араластырамыз. И бізде осындай мороженое шығады. Сосын пластмасса тыстарға салып, холодильникке 3-4 сағатқа жібересіздер. Шамамен 600 граммдай мороженое шығады. Дүкеннің мороженеден кем емес. Мороженеден сухой смесін кез келген дүкеннен алсаңыздар болады. Және оның түрі бар. Мен вишня түрін таңдадым. Өте дәмді шықты. Алдағы уақытта тағы да балмұздақтың басқа рецепттерін шығаратын боламын. Біздің балмұздағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Небәрі 2 заттан жасалады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер.